Hello, dear students. How are you? Let's continue learning English through topics. Сәлеметсіздер ме, құрметті ағылшын тілін үйренушілер. Бүгін біз сіздермен топик арқылы ағылшын тілін үйренуді жалғастырамыз. Today's our lesson theme is choosing a hotel. Бүгінгі біздің топигіміздің тақырыбы отель таңдау. Choosing дегеніміз таңдау, a hotel, отель. Бүгінгі біздің топигіміз диалог түрінде жүреді. Шейла мен Джулия екеуі сөйлеседі. Ал олай болса, кеттік. Джулия, look at this list. Джулия, қарашы мына списокқа. Look at дегеніміз қарау деген мағынаны білдіреді. Бір нәрсеге қарау. Look қарау, at дегеніміз бізде предлог, бір нәрсеге қарау. Екеуі бірге жүреді. This дегеніміз мынау, list дегеніміз список. Қарашы мына списокқа. Келесі сөйлем. I have selected 3 possible options for Mr. Marita. I mean have selected. Таңдап қойдым. Бұл бізде қандай шақ деп ойлайсыздар? Have selected. Бұл бізде present perfect шағы. Present perfect дегеніміз аяқталған осы шақ. Оның формуласы have және үшінші колонка арқылы жүреді. Мінеки have бізде бар. Және үшінші колонка мына select деген етістікке ed жалғанып жатыр. Мінеки көрдіңіздер ма? Сол арқылы үшінші колонка болып тұр. Present perfect шағына айналып тұр. Мен жаңағына таңдап қойдым дейді аудармасы. Select таңдау, таңдап қойдым. 3 үшеу, possible мүмкін. Options вариант. 4 дегеніміз үшін, для деп аударылады. Мысалы, бір кісі үшін. Мысалы, мистер Марита кісі үшін мен 3 мүмкін болатын вариант таңдап қойдым. Аудармасы осындай. Келесі сөйлем. Джулия, there are 3 hotels on the list. Зіра дегеніміз бізде ағылшын тілінде зіра деген конструкция бар. Зіра көпше түрінде қолданады, зірис жекеше түрінде қолданады. Оны біз қай кезде қолданамыз? Бір заттың бір жерде орналасқанын айту үшін осы зіра конструкциясын қолданамыз. Яғни мысалы мына жерде 3 отель бар деп айтқысы келіп тұр ғой. Және 3 деп тұр, я, уже көпше тұры. Значит, зіраны қолданып жатыр. Зіра ол жерде бар 3 hotels отельдер, on бізде предлог үстінде деп аударылады. Яғни списокта жазылған деген мағынаны білдіріп тұр бұл жерде. The бізде определенный артикл, қандай лист екен, қандай список екен белгілі, сондықтан да определенный the артиклі қолданып тұр. Ал егерде бұл список белгісіз болатын болса, en деген артиклдер қолданушы еді. List деген список, я? Яғни списокта 3 отельдер бар дейді. 3 отель бар дейді списокта. Түсінікті ғой? Келесі сөйлем. Which of them do you prefer? Which дегеніміз қайсысы? Of them олардың. Олардың қайсысы дейді. Prefer деген предпочитать. Олардың қайсысын сен қалайсың дейді. Олардың қайсысын сен қалайсың. Бұл жерде мән аударатын жайт, мына do деген, я? Do деген қандай шақ болып тұр? Present simple. Do бізде present simple жасалынатын көмекші сөз. Do арқылы жасалынады. Ол сұраулы сөйлем, болымсыз сөйлемдер. Келесі сөйлем. I am most interested in the Palace Hotel.
Мені ең қызықтырғаны Palace отелі. Енді грамматикасы мән аударайық. Мен айға am to be'сі қолданады, я, білеміз. Most дегеніміз самый, ең деп аударылады. Күшейтпелі шырай. Interested, қызықтыру деген мағынаны білдіріп тұр бұл жерде. In бізде preposition, предлог in, ішінде деп аударылады көбінесе. The определенный артикль, зат есім алдына қолданады. Hotel зат есім, сондықтан да the артикль қолданып тұр. Palace отелінің аты, я? Palace отелі. Мені ең қызықтырғаны Palace отелі. Бұл жерде қараңыздар, мына сөз I'm most interested. Бізде passive voice болып тұр. Passive voice дегеніміз ырықсыз етіс. Ол іс-әрекеттің кім істелгені айтылмайды сөйлемде. Мені қызықтырғаны, көрдіңіздер ма, иесі жоқ. Мені қызықтырғаны Palace отелі. Бізде passive voice қалай жасалынады? To be арқылы жасалынатыны, to be бар бізде. Және үшінші колонка арқылы жасалынатыны, ed жалғанып, үшінші колонка айналып тұр. Түсінікті ма? Келесі сөйлем. It is cheaper than the Hilton Hotel. It ол. Itқа бізде is to be'сі қолданады білеміз, я? It is екеуі ол деп аударылады. Cheap дегеніміз бізде арзан. Оған er окончания жалғаныватыр. Er окончания жалғанып, нені білдіріп жатыр? Салыстырмалы шырай екен білдіріп тұр. Яғни салыстырмалы шырай бізде er окончания жалғанатсын есімге жалғанып тұр, я? Немесе than деген союз арқылы жасалынады. Қарағанда деп аударылады бұл. Мінеки than қарағанда. The Hilton Hotel, Hilton отеліне. Ол арзанырақ. Hilton отеліне қарағанда. Аудармасы осындай. Салыстырмалы шырай болып тұр. Cheap арзан, er окончания жалғанып, арзанырақ деп тұр аудармасы. Than қарағанда, Hilton отеліне қарағанда. Мінеки. Келесі сөйлем. Also, our guest can visit the city center quite easily from there. Also, сонымен қатар, our guest біздің қонақтар, our біздің, guest қонақтар, can дегеніміз бізде істей алу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мен ән айта алсам, I can sing. Мен жүзе алсам, I can swim, я? Мына жерде can нені істей алу? Visit, бару, бара алады дейді. The определенный артикль, city, the city қала, center орталығы, quite достаточно деп аударылады. Easily оңай, from there. From дегеніміз бізде бұл preposition, предлог. Осы жерден, is деп аударылады. There местан білдіреді, я? Аудармасы біздің қонақтар қаланың орталығына оңай бара алады осы жерден. Келесі сөйлем. It will only take him 5 minutes to get to Central Square. Қараңыздар, ағылшын тілінде it takes деген конструкция бар. It takes дегеніміз қанша уақыт алатынын айтқымыз келсе, бір іс-әрекеттің, я? Сол кезде it takes деген конструкцияны қолданамыз біз. It takes мінеки. It will only take him. Оған, him біз білеміз, я? Олдарға қолданады, я? Оған. Мына it take деген конструкция қолданып тұр мына жерде. Оған 5 minutes, 5 минут уақыт алады, я? To get to Central Square. Square дегеніміз бізде площадь, Central орталығы. Площадьтың орталығына бару оған 5 минут уақыт алады. Бұл жерде қарасаңыздар, will деп бізде будущее времяда қолданып тұр, я? Келер шақта. Келер шақта болатын болса, мына жерге s қойылмайды. Басқа present simple шағында it takes s пен жүреді. Оған площадьтың орталығына бару 5 минут уақыт алады. Егер де біз, мысалы, маған кітап оқу
10 минут уақыт алады десеңіз, it takes me 10 minutes to read this book деп айтамыз. Маған мектепке бару 1 сағат уақыт алады десек, it takes me 1 hour to go to school. Көрдіңіздер ма? It takes деген сондай конструкция. Бір іс-әрекетті істей алу қанша уақыт алатын болса, осы it takes деген конструкцияны қолданып сөйлейміз. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар, подписация жасаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар. Кімде-кім көп лайк жиналса, көп подписчиктер жиналса, мен бұдан да жақсы сабақтар шығарамын деген ойдамын. Бұл маған үлкен мотивация болады. Okay, the lesson is over. Goodbye.